Ассалаумағалейкум. Инстаграм торығудан, жабығудан қалай арылуға болады деген лекциямыздың екінші бөлігін Инстаграмда бастаймыз. Ал YouTube жалғасты тыңдай беріңіздер. YouTube'те сағаттап сөйлеуге рұқсат, мына Инстаграм бір сағатта бір үзеді екен. Енді осы торығу, жабығудың тарихы туралы біраз әңгіме шерттік. Оны мына Инстаграмның алдыңғы бөлімінде, YouTube'те жалғасты айтып келе жатырмыз. Бұл генетикалық ауру, тұқыммен берілетін ауру. Осы тұқымында, ата-бабасында осы қорлықты көп көрген халықтардың ұрпағында бұл көп болуы мүмкін. Және ата-бабаның көрген қорлық зорлығы біздің миымызда жады болып қалатындығы туралы өзіміздің болжалымызды айттық. Енді осы торығудан, жабығудан қалай арылу керек? Торығудан, жабығудан арылудың ең төте жолы спорт. Спортпен айналысу керек, және бұл спорт тұрақты жалғасуы керек. Әсіресе жаңағы тез спорт түрлері бар. Бұл тез спорт түрлері денедегі уытты заттардың ұзақ уақыт жаңағы тез еритін майлармен қосып ыдыратқанда денедегі жиналған теріс энергиялар, майлы заттар, жаңағы жуырдағы теріс энергиялар кетеді. Ал баяу жүретін, бірақ ұзақ уақыт жұмсайтын, 2 сағат, 3 сағат, 4 сағат, 5 сағат, тіпті 10 сағат жалғасатын, ұзаққа жалғасатын, бірақ ритмі баяу спорттар, бұл ұзақ уақыттағы теріс қасіретті оқиғаларды, денеде ұзақ уақыт қалып қалған ерімейтін ірі майларды және солармен жалғасқан ұзақ уақыттан бергі денедегі теріс энергияны әкетеді. Тез спорт бергі теріс энергияны, бергі тез еритін майларды, бергі жуырда қалыптасқан теріс еске сақтаулар жояды. Баяу және ұзақтары анау арғы қатып қалған майларды, арғы заманда қатып қалған шер боп, шемен боп, тас боп, беріш боп қатып қалған қасіреттерді жояды. Бұл торығудан, жабығудан, өз-өзіне қол жұмсаудан арылудың жалғыз жолы спорт. Бұл бір. Екіншісі орта ауыстыру, таңырқау, миды таңырқату, саяхаттау, туристік сапарларға бару, тың дүние көру. Үшіншісі кітап оқу, жаңа білім іздеу. Төртіншісі тіл үйрену, жаңа білім үйрену. Бесіншісі тың орта, тың достар, тың прогрессивті, мынау өмірге құштар, өмірге махаббаты тасып тұрған жаңағы жолдас жора табу. Ал ең бастысы жаңағындай білім іздену. Білім іздену, курстарға оқу, жанталасу, өзіңді бір нәрсеге мәжбүрлеу. Ал ең басты нәрсе адамда рухани сенім болу керек. Жаратушыға деген сенім адамды осы торығудан және өз-өзіне қол жұмсаудан алады. Ал бір наным сенімі жоқ адам, ол шайтанның меңгеруінде кетіп қалады. Менің бүгінгі сұхбатымдағы ең маңызды түйін, айналаңызда, жора жолдастарыңызда, мейлі ол жас болсын, жасы келген адам болсын, туыс туғаныңызда осындай торыққан адамдар, өмірден түңілген адамдар болатын болса, міндетті түрде көмектесіңіздер. Мен осы еврей ұлтының өкілдерімен көп араластым. Және бұл адамның кәдімгі тұрақты ішетін дәрісі, тұрақты барып көрінетін психологы барын білем. Бірақ осы кісі бұның тарихи себеп туралы айтқан сайын, мен соны қазақпен байланыстыра берем. Себебі қазақ қазір дүние бойынша өз-өзіне қол жұмсаудан бірінші. Әрине оған Қазақстан билігі кінәлі. Әрине оған біздің қасіретті тарихымызда кінәлі. Әрине қасіретті тарихы бар бейшара қазақты аямай, жақсылыққа жеткізбей, жұмыссыздықпенен, әділетсіздікпен, парақорлықпенен, мынау іріп шіруге батқанына қоғамменен қазақты
қынадай қырып отырған Назарбаев Тоқаевтық режим кінәлі. Бірақ әр ақ көңіл қазақ, әр жүрегі таза қазақ айналаңыздағы жұмыс таппай, білім таппай, қоғамнан әділет таппай, түңіліп жүрген, генетикалық кемістігі бар және мына өмірден шығар жол таппай жүрген барлық қазаққа көмектесіңіздер. Әр қазақ менің жалғызым деген